Сәлем достар. Сумкамыздың қақпағын жасап алдық. Ручкасынан басын бастап қойдым. Қазір екінші басын көрсететін боламын. Ол үшін екі астыңғы бөлігі бар, бұрышы. Соның бұрышын шығарып аламыз. 3 тас ішке қайырылатын болады. 3 моншақтың қарағанда 1, 2, 3 үшке қайырылатын болады. Өзі үшеу қайырылған кезде осындай тастар өзі бөлектен ерекшеленіп шығады. Мынаның бір басын мына жерден өткізіп аламыз. Екінші басын моншақ қыстырып қоямыз. Оны мұндағы екінші тастан моншақтан өткізетін боламыз. Енді осыған бір моншақты айқастырып өткізетін боламыз. Енді мына бір басын мына шеттен өткіземіз. Қайшының ұшымен көмек бермесек, келесі моншаққа өтіп кететін болады. Екінші жағында да солай жасаймыз. Қатты тартқанда осылай жиналатын болады. Тағы да бір моншақты екіге айқастырып өткізетін боламыз. Екінші басын мұндағы моншақтан өткіземіз. Мына сумкамыздың мына жағы жинақланды. Екінші жағы сияқты. Енді ұзынырақ қылып жалғастыратын боламыз. Ол үшін біз
3 тастың ішіндегі 3 тастың екіншісіне апарып өткіземіз. Ана бетіне, оң бетіне 2 моншақ өткіземіз. Сол жақ бетімізді ортадағы 3 тастың біреу, екеу, үшеу, соның 3-ші тасына апарып өткізетін боламыз. Оң жақ бетіне 2 моншақ өткіземіз. Қатты тартыламыз. 3-ші моншаққа апарып өткіземіз. Енді бұлайша қарапайым тілмен үйреттім деп ойлаймын. Өйткені бұның басын бір бастаған адамға өте оңай. Бірақ қиыншылығы да бар, кішкене түсінбеушілік болады дегенде. Менің өзімде қанша түсінбедім бастапқы кезде. Қазір енді кішкене болса да өзім жасай аламын деп айтуға болады. Әркімнің қолынан келе береді. Басын жақсылап түсіну керек. Егер де менің видеомды көріп түсінбей жатқан жағдайларыңыз болып жатса, мені WhatsApp номеріме өтіп сұрасаңыздар болады. Мына жерін түсінбей қалдым, қалай жасауға болады деп. Әрдайым дайынмын жәрдем беруге. Мына жерге 1 моншақ өткіземіз. Ортадағы 1 моншаққа басын домалары шығарып алдық. Дәл осылай жалғастыра береміз. Моншақ. И айқастырамыз. Келесі моншаққа өткізіп аламыз связка бір-біріне. Тағы да 2 моншақ өткіземіз. Қателесіп сашырттым. Менің сумка моншақтан сумка жасау сабағым осымен аяқталуға таман. Сөзім шыны керек. Мен бұл сумканың өзім бірінші рет жасап тұрмын. Бірінші рет өзім жасап тұрмын. И видеоға түсіріп осылай сіздерде үйренсін деп жатырмын. Менің бірінші рет істеген видеом осылай шықса, сіздердің қолдарыңыздан да келеді деген сөз. Талмай еңбек жасау керек.
сол кезде бәрі де қолыңыздан келеді. Мұны дәл осылай жалғастыра береміз. Былай жатқанда мынау қаншалықты өзіңізге ұзынырақ болғаны қажет, соған дейін осылай 3 таспен осылай жалғастырып дөңгелектеп кете береміз. Қазір бұл жерде бізде 5 тас болды, өйткені екі шетіне 2 тасты қосып алдық. Сонымен 5 тас болды. Соны жалғастырып мынамен біріктіреміз. Менің парақшама жазылып, комментарий жазып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бұдан кейінгі сабағым фермуар сумканы қалай жасау. Оны да сіздермен бірге бірінші рет жасайтын боламын. Қалай шығатынын бірге көретін боламыз, және менімен бірге жасаған өте оңайырақ болады. Мен сіздерге оңай жолын көрсететін боламын. Керісінше айқастырып қойдым. Міне достар, менің сумкам осылай шықты. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Бұл менің бірінші рет жасаған сумкам өз қолымнан.